бір палатаның да парламенттің пайдасы нөл болады. Қазір Сенат 100% өзінің миссиясын орындады деп айта аламыз ба? Олар отыр десе отырады, тұр десе тұрады, жат десе жат. Зейнеткерлер отыратын жерге айналды деген секілді бір пікірлер айтылып жатады ғой. 99% ол әкімнің адамдары. Егер Сенат таратылатын болса, онда 10 миллиард теңге көлемінде. Егер осыны алатын болса, Сенаттың қажеттілігі жоқ. Бұл адам құқығын шектеу емес па? Енді олардың бәріне парламентке жол жабылды. Армысыз көрермен, бұл мәлім подкаст. Бүгін біздің студиямызға белгілі саясаткер, экс-сенатор Уәлихан Қайсаров келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдік, қош көрдік. Мынау күні кеше ғана президент жолдауында бір палаталы парламент құру ұсынды. Өзіңіз осы жаңалықты экс-сенатор ретінде қалай қабылдадыңыз? Енді негізі бұл ең басты проблема ол емес қой, ең басты проблема парламенттің сапасында. Ол палаталардың санына байланысты емес. Негізі ол сол палатада отырған депутаттардың сапасына байланысты. Олар сол депутаттыққа қалай өткен екен, қандай фильтрден елеуіштен қалай өтті. Оны шын мәнінде халық дауыс беріп сайлады ма? Жоқ әлде оны мына жергілікті әкімдер олар тағайындады ма? Ол үлкен мәселе болып тұр. Ол саяси мәселе. Және де бұл мына сайлау заңына байланысты, сайлау процесіне байланысты, сайлау өткізу процесіне байланысты. Өйткені біз білеміз ғой, көп жерлерде, жергілікті жерлерде сайлаудың нәтижелері бұрмалауда үнемі. Фальсификация дейді ғой. Сондықтан бір палаталы парламент болса да, ал егер сол депутаттардың сайлайтын қағидалары, тетіктері, тәсілдері сол күйінде қалатын болса, онда сол бір палатаның да парламенттің пайдасы нөл болады, пайдасы болмайды. Сондықтан ең басты мәселесі, президенттің көтеретін мәселесі, ол сайлау науқанының өткізу болуы керек еді. Таза, әділ, халықтың даусымен сайланатын процесс егер болса, онда дұрыс айтуға болар еді. Енді осы дұрыс екен деп. Ал сенаттың бар жоғы ол ешқандай әсер етпейді. Енді тек қана қаржылық проблема туындауы мүмкін. Өйткені сенатта қанша 50-ден астам депутаттар отыр. Меніңше қазір бір палаталы парламент болса да, бәрібір сол депутаттардың сенат пен мәжіліс депутаттар санын қосқанда, сол күйінде бәрібір сол санында қала береді. Сондықтан меніңше бұл үлкен проблема емес. Бұл 3 палата болсын, 4 палата болса, ең басты проблема сол парламентте депутаттық мандатқа ие болған адамдардың сапасы. Шын мәнінде халықтың сөзін сөйлейтін, халықтың мұқтажын жеткізетін адамдар болса, онда дұрыс, меніңше 4 палата болсын. Қазір дәл осы Сенатқа қатысты халық ішінде сын көп. Зейнеткерлер отыратын жерге айналды деген секілді бір пікірлер айтылып жатады ғой. Осы немен пікірмен келісесіз ба жалпы? Бұрын сіздердің кездеріңізде өздеріңіз сенатор болып тұрған кезде жаңағы тіл туралы, мәдениет туралы түрлі тақырыптар көтердіңіздер. Қазір соны сенаттан көре аламыз ба? Біз бар ма ондай? Жоқ, ол тағы да көріңіз, сенаттың үндемеуі неліктен? Өйткені сенатты халық тікелей сайламайды. Ол біріншіден. Екіншіден, сенатты жергілікті мәслихаттың депутаттары сайлайды. Ал жергілікті жерлерде сол мәслихат депутаттардың өздері қалай сайланады? Ол үлкен сұрақ. Оны біз мысалы білеміз ғой, құпия емес. Әр өңірде район болсын, қала болсын, облыс болсын, мәслихаттың депутаттарының 99% ол әкімнің адамдары. Әкім өзі тағайындаған, әкім өзі сайлаған мәслихат депутаттары. Әлбетте олар сенатқа сайлаған адамды да, мысалы сол әкімнің сөзімен, әкімнің бұйрығымен сенат депутатын сайлап жібереді. Сондықтан бұл жерде сенат депутаттардың сапасы өте төмендігі осыдан. Ең біріншіден
Екіншіден сіз айтқан мәселе өте дұрыс. Өйткені президент өз жарлығымен 15 сенаторларды өз жарлығымен тағайындайды. Ол жаңағы мына зейнетке кеткен немесе уақытша бір отыратын орынды істеу үшін олар сол үлкен зейнетке шыққан немесе жасы келіп қалған адамдарды сол жерге отырғызады да, әйтеуір жалақысын алады, әйтеуір атағы бар, статусы бар дегендей, биліктен әйтеуір сол билікте қалатыны. Сол себептен негізі егер осыны алатын болсақ, сенаттың қажеттілігі жоқ, еш қажеті жоқ оның. Сондықтан осы тұғырдан қарайтын болсақ, онда әрине сенаттың қажеті керек емес. Мына біз білеміз ғой, мысалы қаншама осыдан бір 20 жылдан бері әйтеуір халықтың сөзінде жүріп жатқан әңгіме сенаттың қажеті жоқ. Өйткені біз федеративтік мемлекет емес, біз унитарлық мемлекетпіз, біз унитарлық халықпыз. Сондықтан бізге екінші палатының қажеттілігі жоқ. Онда мысалы өзінің негіздері бар. Ал бірақ тағы да айтып кетейін, егер сенаттың депутаттары халықпен тікелей сайланатын болса, онда бола берсін. Сенат атала ма, басқа несін атын ала ма екен, ол ешқандай несі айырмашылық жоқ. Мысалы бұрын кеңес одағында да мысалы жоғары кеңес болған, сол жоғары кеңестің президиумы да болған мысалы. Ол кезде мысалы қанша 300-400 депутаттар да болды, бірақ олардың бәрі сол жалақыны алмай, олар жылына 2 рет жиналады, мысалы бір айға жұмыс істейтін тек қана президиум болған, жоғары кеңестің президиумы. Олар жаңағы жыл бойы жұмыс істей береді. Сондықтан меніңше ең басты проблема осы депутаттардың сапасы. Және де тағы бір президент айтып кетті ғой, бір палаталы парламент болады, онда бір үлкен бір сұрақ туындайтын бір мәселе бар. Президент айтты ғой, енді депутаттар халықпен тікелей сайланбайды. Біз мысалы бізде қазір президенттікке президент додаға түсу үшін бірнеше бөгет жасалған, шектеу қойылған. Оның ішінде мысалы қазақ тілінің емтиханы, оның ішінде Қазақстанда 15 жыл бойы үздіксіз тұру керек, саяси партияның атынан ұсынылу керек, жаңа өзін ұсыну деген қағидасы алып тасталды. Ал енді қазір президент түгіл, енді парламентке де адам өзін ұсына алмайды. Мысалы бізде қаншама сондай бір мықты тұлғалар бар емес пе қоғамда, қоғам белсенділер, мысалы қоғамның сөзін сөйлейтін адамдар, мысалы проблеманы көрсетіп жүрген адамдар көп қой бізде. Енді олардың бәріне парламентке жол жабылды. Тек қана партия арқылы, көрдіңіз бе? Ал партия деген бізде тіркелген партия, олар өздері санаулы. Ол тіркелген партиялардың өзі мысалы тек қана президент әкімшілікпен жаңағы тағайындайтын жаңағы несін тіркейтін партиялар. Сондықтан бұл жерде де сол адамдарға парламентке жол жабылды деген сөз. Осыған дейінгі референдум кезінде ең бір үлкен өзгерістердің бірі конституцияға енгізілген осы бір мандаттық округтен сайлану еді ғой. Енді сол жүйе қазір жойылайын деп тұр. Президенттің пайымына қарағанда, бұл адам құқығын шектеу емес па? Шектеу, ол міндетті түрде, ол жаңа айтып отырмын ғой, адамның саяси құқықтарын шектеу. Кандидатқа халық өзі сеніп, өзі жаңағы ұнаған кандидатқа дауыс беріп, кейін содан талап қоя алатын еді. Аманат деген болды, қағида деген болды, тәсіл. Енді ол жоқ болады, енді адамдар, халық өзін қалаған адамды парламентке сайлана алмайды, өйткені тек қана партия. Ал партия өткеннің өзінде де мысалы, ол партия шешеді, халық шешпейді, партия шешеді, кімді кіргіземін. Мысалы сол президенттің партия атады, мысалы, аманат жеңіске келетін болса, сол бұрынғы сенатта отырған адамдардың үлкен кісілері, пенсияға шыққан жаңағы керек емес адамдардың бәрін сол неге парламентке отырғызады, партияның атынан. Партиялық тізім бойынша. Партиялық тізім бойынша. Сенаторлар қазір келіседі деп ойлайсыз ба? Келіспесе не істейді олар? Түк істей алмайды. Өйткені олар өздері сол билікпен тағайындалған депутаттар. Олар отыр десе отырады, тұр десе тұрады, жат десе жат. Сондықтан олар қол көтер десе қол көтереді.
Сондықтан Сенат бұл жерде ешқандай өзінің қырсығын, несін, өзінің мінезін көрсете алмайды. Ол Сенат түгілі біздің мәжілістің депутаттары сондай. Осы депутаттық корпус жаңа сапалы болу үшін не істеу керек? Қалай таңдалу керек? Бір талаптар қою керек па? Ең бастысы сайлау науқаны әділ өту керек. Ең бастысы. Сол сайлау науқаны тізгінін әкімшіліктен алып тастау керек. Олар дербес, тәуелсіз болу керек. Ал бізде көрдіңіз бе, орталық сайлау комиссияның мүшелері мәжіліспен тағайындалады, сенатпен тағайындалады және президентпен тағайындалады. 7 адам, олардың осы бәрі халықпен сайланатын мүшелер емес. Олар сол өздерін тағайындаған органға тәуелді. Мәжіліске тәуелді, сенатқа тәуелді, президентке тәуелді. Сондықтан олар не десе, енді басы президент қой, президент не десе, соны олар жасайды. Сондықтан ең бастысы проблема бізде сол сайлау науқаны. Ол мысалы соңғы 25 жылдың ішінде нақты айтуға болады, бірде-бір сайлау таза әділ өткен жоқ. Қазір Сенат 100% өзінің миссиясын орындады деп айта аламыз ба? Жаңа өзіңіз енді Сенаттың шынымен қажет жоқ деп айтып қалдыңыз. Миссиясын орындады деп айта аламыз ба? Орындауды да. Өйткені олардың басты миссиясы заңды қабылдау емес. Олардың басты миссиясы сол президент әкімшілігінің, үкіметтің мүддесін қорғау. Ол страховка дейді, сақтандыру ретінде, егер мәжілісте бірде-бір кез келген жағдайда бір заң жобасы өтіп кететін болса, билікке, министрлікке мысалы қарсылық сондай бір білдіретін болса, онда Сенат толықтай олар бұғып тастайды. Сондықтан ол бірінші мәселе. Екінші мәселе президентке импичмент жариялауына мысалы ол үлкен шектеу. Ол да президенттің мүддесін, егер осы тұрғыдан қарайтын болсақ, ол президенттің жаңағы лауазымды қорғайтын, сақтайтын парламенттік орган. Сондықтан әлі осы күнге шейін Сенат өзінің миссиясын атқарып отыр. Ал енді президент, меніңше, неге Сенаттан бас тартпақшы? Ең бірінші ол халықтың жаңағы талабы, заман талабы. Халық мысалы Сенат керек емес дейді. Бірақ оның орнына не істейді? Президент парламентке тек қана саяси партиялар өту арқылы, сондықтан халықтың өкілдері болмайды ол жақта. Тек партиялар тағы да сол биліктің партиялар, және сол биліктің партияның сателлиттері дейді ғой, айналасында жүрген кішкентай майда шүйде партиялар. Солар өздері парламентке өту үшін биліктің айтқанын істейді. Ешбір қарсылықты білдіре алмайды. Ал бұрынғы Сенат пен қазіргі Сенаттың бір айырмашылығы бар ма? Еш айырмашылығы жоқ. Өйткені олардың жаңағы сайланудың механизмдері, тетіктері ғой. Ешбір өзгерістен өткен жоқ. Сондықтан айырмашылықтары жоқ. Ешқандай. Тек қана бұрын президент өзінің 7 адам тағайындаған тұғын. Бұрын Назарбаев тұсында. Кейін Сенатқа президент 15 адам тағайындайтын болды. Өз жарлығымен тікелей жаңағы сайлауды өткізбей. Бір депутаттар бюджет шығын азаяды деді, және заңдарды қабылдау әлдеқайда жылдамырақ болады деді. Ал бүгін бір бақ беттерінде жарияланып жатыр, бір депутатқа кететін жылдық шығын 195 миллион теңгені құрайды. Егер Сенат таратылатын болса, онда 10 миллиард теңге көлемінде үнемдеуге болады дейді. Бұл рас солай ма? Жоқ, енді негізі болуы мүмкін, бірақ мен толық айта алмаймын. Болуы мүмкін. Өйткені қазіргі парламенттегі депутаттарға бұл 995 миллион деп отырсыз ғой, ол орта есеппен. Орта есеппен, ол жалпы депутатқа емес. Біздің қазір парламенттік принциптер қандай? Парламентке өткен саяси партиялар, олар мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады. Егер қателеспесем, Аманат партиясы айына 7 миллиард теңге алып отыр. Қателеспесем. Басқа партияларды, мысалы, 1,5 миллиард, 2,5 миллиард теңге алып жатыр олар. Сондықтан көрдіңіз бе, меніңше партия егер өзі
партия болам дейтін болса, иә, өздері ұйымдастырылды, мысалы өздері, иә. Онда біз мына салық төлеушілеріміз, оларға неден өзіміздің қаражатымыз төлеуіміз керекпіз? Партияны ұйымдастырды ма? Жарайды, ұйымдастыра бер. Өз ақшасымен, өзін жаңағы мына мүшелердің взностары бар ғой. Солармен өмір сүр. Ал басқа адамдардың қандай қатысы бар? Жоқ қой қатысы. Сондықтан осы мына жаңа сіз айтқан ақшасын көбі 90% ол партиялардың қаржыландырушылар. Енді қалған жаңағы депутаттардың көмекшілері бар, мына автопарк бар, ғимараттар бар, коммуналдық төлемдері бар, салығы деген бар. Сондықтан айтып отырсыз ғой, 50 сенаторлар мысалы, иә, қазір сенат палатасы жойылатын болса, ол бәрібір сол сенаттағы депутаттардың саны сол бір палаталы парламент бәрібір қосылады. Сол қалпында қосылады деп ойлайсыз ба, әлде бір одан да көп болмаса. Иә. Жалпы өзгерістер көп болып кеткен жоқ па бізде конституцияға енгізілгелі отырған? Мысалы, енді мынау жан-жақты талқылаймыз деп отыр. Содан кейін бір жыл осы талқылаудан өткеннен кейін референдумға шығарамыз дейді. Сол шынымен бір 2-3 жыл уақыт кете ме болған, әлде халық қолдап тұр деп бір 6 айдың ішінде референдум өткізіп жіберу мүмкін ба? Енді ол бәрі тек президент қолында ғой. Мысалы, мына сенатты тараттам дейтін болса, оны мысалы күні кеше ғана мысалы таратуға болатын еді. Оның не қажеттілік бар 2 жылға созуға мысалы, иә? Еш қажеттілігі жоқ. Керісінше ақша үнемделетін еді. Күтпеген шешім қабылдап, керісінше депутаттардың санын қысқарту мүмкін деп ойламайсыз ба? Оның еш қажеттілігі жоқ қысқартудың. Өйткені енді депутаттардың саны байланысты емес, енді тек қана партияның процентіне байланысты болады. Мысалы, 10 депутат болсын, 110 депутат болсын, қандай партия билікті өзінің несін қолына алып алды, сол парламентті большинство дейді ғой, көпшілігі дені қай партияның қолында болса, сол партия жаңағы толық заңдарды қабылдайтын болады. Депутаттар санына, енді депутаттардың санына да, депутаттың сапасына да байланысты емес. Бұл бір палаталық парламент. Өйткені бәрі көпшілікке байланысты бола ма? Жоқ, енді партияға байланысты болады. Партияны кім басқарып отыр? Сол биліктегі адамдар партияны басқаратын болса, сол билікті бұрынғы жаңағы тас, баяғы жартас бола береді, еш өзгерістер болмайды. Бұның өзгерістерді болдыру үшін парламентте халықтың атынан тікелей сайланған депутаттар болу керек, тәуелсіз, дербес депутаттар болу керек. Бір мандаттық округ дейді ғой. Мысалы, қазір көрдіңіз бе? Мысалы, мен дейікші, мысалы, мен еш партияда емеспін, иә. Қаншама ғалымдар бар, қаншама жаңағы мықты мамандар бар, иә. Өмірлік тәжірибесі бар, кәсіпорындық тәжірибесі бар. Қаншама жаңағы бизнесті дамытқан адамдар бар, қаншама мыңдаған адамдарды басқарған жаңағы тұлғалар бар, иә. Бірақ олардың ешқайсысында мысалы сол өзіне жақын саяси платформасы бар партия мысалы жоқ оған мысалы, иә, жағымды. Сонда ол парламентке көрдіңіз бе, ол бара алмайды ол кісі. Халық оны қаншама құрметтесе де, иә, қаншама оны қаласа да, халық өз атынан өз өкілін, өз депутатын парламентке жібере алмайды. Өйткені ол жаңағы президенттің осында кешегі айтқан бастамасымен олардың бәріне жол кесіледі. Бітті, халық қалаулысы деген болмайды дейсіз ғой? Халық қалаулысы деген болмайды, иә, бітті. Депутат қана қалады. Менімше негізі Қазақстанда толық демократияны, иә, әділдікті орнатамын дейтін болса президент, керісінше бүкіл партияларды неден парламенттен алып тастап, бір палаталы парламент болсын, иә, бірақ депутаттардың толығы халықтың тікелей дауыспен сайлану керек. Егер шын мәнінде ол жаңағы Қазақстанға, қазақтарға, елімізге, мемлекетімізге жаны ашитын болса. Басқару қиын болып кетеді ғой? Басқару қиын болмайды, халық өзі алып кетеді. Парламент неге? Ол конституцияның кепілдігі өзі болып қала бермей ме? Ол кез келген мысалы заңға несін вето деген құқы бар. Қол қоймай, мысалы оны қайтарып жібереді. Немесе оны тоқтатады, керек емес деп. Сондықтан
бұл кепіл ретінде президенттің құзыреті өте зор. Бірақ ол онымен қанағаттандыра алмай, тағы да билікті өз қолына алғысы келіп отыр да. Парламентті бақылаймын деп, мына депутаттарды бақылаймын, айтқызбаймын. Өйткені бұның түбінде жатқан себебі не? Мына біздің билік жалпы негізі шіріген, сыбайлас жемқорлыққа батып кеткен билік. Ұрлаған ақшалардың көлемі бірнеше миллиард доллар. Теңгемен есептегенде бірнеше 10 триллион теңге. Айына, жылына қаншама ақша кетіп жатыр сыртқа, иә? Ал тәуелсіз депутаттар осының бәрі сыртқа шығарып, осын жаңағы тергеудің талап етеді ғой. Керісінше халықтың атынан оларға бөгет қойылады, иә? Оларды жауапқа тартады, жаңағы сол шенеуніктерді, ақшаны ұрлаған шенеунік, немесе тіпті ақшаны ұрламаса да, бірақ қабілеті жоқ шенеуніктер көп. Мысалы, маманы жоқ, несін, басқа орында отыратын шенеуніктер жоқ, иә? Мысалы, жоқ адам шенеуніктер бар. Солардың бәрін сыртқа шығарады ғой. Соған бәріне жауап беру керек. Олар осыдан қорқады. Өйткені егер тәуелсіз парламент болса, олар сол қазіргі биліктің қарама-қарсы мемлекеттік ең жоғары деңгейіндегі орган болып шыға келеді. Оларға осыны қажеті жоқ. Өйткені әрі қарай бюджетті жымқыру керек, әрі қарай халықты алдау керек, әрі қарай өзінің туыстарын, жақындарын неге министрліктерге, департаменттерге мысалы қою керек, оларға орын беру керек, несін жайбарақат жүріп, оларға еш қиындық болмау керек. Партиялар саны өсуі мүмкін ба? Бізде жеңілдей ме енді партиялар тіркеу? Ол енді ол үшінші үлкен сұрақ. Я жарайды, енді президент айтты, я жарайды, көндік, келістік пе, келіспедік, әйтеуір көндік, я көнбесек те көндіреді бәрібір, иә? Енді келесі мәселе, қазір қанша 7 партия ма бізде, 6 партия ма? Солар ғана қала ма? Әлде басқа партияларға жол ашылады. Әсіресе мына оппозициялық партияларға жол ашылады. Оларды тіркемей ме? Ол да үлкен проблема. Бұл туралы президент ешбір ауыз сөз кеше айтқан жоқ. Бірден сөз айтқан жоқ. Партиялардың тіркеу рәсімі, оларға қойылатын жаңағы талаптары жеңілдей ме? Жоқ әлде күшейе ме? Ол айтылған жоқ. Мысалы, мен өзім, мысалы, біз Алашорда партияны біз 4 жыл бойы біз әлі тіркей алмай отырмыз. 12 сот процесі өтті, иә? Оның бәрде әділет министрінің нелер адамдары келеді, судьяға бірдеме қағазын жазып береді. Бітті, тіркемей жатыр. Не себеп болып жатыр оған? Не деп түсіндіріп жатыр оны? Ол өте қызық. Мысалы, сендердің тізімдерінде өлген адамдардың несі бар, тізім бар дейді. Көрсет кім? Көрсетпеймін дейді. Сендер тізімдерінде мысалы әскери адамдар бар дейді, иә? Көрсет кім? Көрсетпеймін дейді. Көрсетсіз біз көрейік та, егер шын мәнінде бір қателік кететін болса, біз оны неден тізімін алып тастайық. Жоқ, оны айтпаймыз. Қандай ойға сиятын нәрсе емес қой. Сенде жаңағы өлген адам бар тізімде, бірақ біз айтпаймыз кім деп. Оның ең басты себебі қандай? Оның өлген адам жоқ екенін. Неден әскердегі мысалы кейбір мүмкін кетіп қалу мүмкін қателікпен, иә? Значит, ол жоқ екенін бар болса неге көрсетпеске? Көрдіңіз бе? Осындай жарайды, сосын біз тағы да 10 адам отырып, толық тағы да тізім бойынша бәрін көрдік, иә? Келесі сотқа апарамыз. Анау адам жоқ, басқа адам бар дейді. Енді сонда 10 мың адам бәрін сол әділет министрлікке сотқа алып келуіміз керекпіз бе сонда? Сонда олар өздері митингке итеріп отыр ма біздерді мысалы, иә? Мінекей айт, көрсет, кім өлген адам, мына келген адамдардың арасында кім өлген бар деп. Көрдіңіз бе? Осындай немен құлықпен, осындай заңсыздықпен, осындай өздерінің күштерін пайдалана отырып, олар тәуелсіз оппозициялық партияларды тіркемей жатыр. Вот айтып отырмын, Алашорда деген біздің партиямыз, иә? Біз 4 жыл болды тіркемей жатырмыз. Тіркеу жеңілдеген болса, Қазақстандағы саяси партиялар саны қаншаға жетуі мүмкін деп ойлайсыз? Жалпы партияның көп болғаны пайдалы ма? Көп болған жақсы. Меніңше, егер
егер мәселе неде тіркеу жаңа жеңілдіктеуде емес. Қазір мысалы жалпы тіркеуде дейсіз. жалпы тіркеуде, иә, мысалы бізге қанша 20 мың адам мүше болсын десе, бар 20 мың адам, иә. 50 мың адам болсын десе, бар 50 мың адам, иә. 500 адам болсын десе, бар 500 адам, иә. Бірақ 500 адам жаза отырып, олар сол 500 адам тіркемеуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Ал басқа мына республика партия білесіз ғой, соңғы парламент сайлауын алды, 2 ай бұрын тіркелді. Республика партия. Ал онда отырған бұрынғы бастықтардың балалары, туыстары, бәрі блатнойлар. Олар жаңа неге алдағы билікке дайындап отыр оларды. Олар қалай тіркелді? Бірде-бір халықтың сөзді болған нәрсе емес. Оны ешкім естіген де жоқ. Тура сайлауын алды, 2 ай бұрын тіркелді, олар парламентке өткізіп берді. Қай адам, қай ессіз адам оларға дауыс берді. Ол бәрі немен өздерінің қолмен салған, жазған нелер ғой, бюллетендері бітті. Сондықтан мен айтып отырмын ғой, егер демократия орын алсын дейтін болса, онда бізде қазір мен ойлаймын бір 20 шақты партия болатын шығар. Бірақ ең көбі 20 партия. Мүмкін бізге ақш-тағыдай бір жүйе құрған дұрыс шығар. Ол сылтау. Мысалы, ақш-та 137 саяси партия бар. Ұлыбританияда 632 саяси партия бар. Бірақ олар тіркелген партия, кәдімгідей сыра жақсы көретін партия, мысық жақсы көретін партиялар, бірақ олар саяси күрестен өте алмайтын партиялар. Ал бізде билік біледі ғой, бізде егер саяси партиялар ашылатын болса, олардың көбісі, олардың дені шын мәнінде саяси күреске дайын партиялар. Сондықтан біздің қазіргі аманат партия болсын, басқа сол аманаттың айналасында жүрген сателлит партиялар болса, олар өздерін саяси күресте әлсіздігін біле отырып, күрестен жеңе алмайтынын біле отырып, олар сол басқа саяси партияларға жолды бермей жатыр. Көрдіңіз бе? Билікті пайдаланып отырып. Жастар партиясы секілді бір ұйымдар құрылатын шығар мүмкін. Бола берсін. Оның еш кедергі жоқ. Жастардың партиясы болсын, пенсионер, зейнеткерлердің партиясы болсын, жануарларды жақсы көретін партиялар болсын. Бірақ бәрібір ол халықтың қалауымен қандай партия өтеді, сол партия өтеді. Ол әділеттікке жататын нәрсе. Халық өзі біледі. Жалпы осы халықтың парламентке деген сенімі, егер бір палаталы парламент болатын болса, арта ма, әлде кеми түсе ме? Енді одан да арта алмайды. Өйткені қазір мысалы 30% бір мандаттық округтан сайланған депутаттар, мысалы, енді ол да болмайды. Керісінше кемейді деп айта аламыз ба? Керісінше халық наразы болады. Халықтың жаңағы несін, бәрі ой пікірін референдумның өзінде де ешкім сұрамайды. Мысалы бізде есімізде осы таяуда АЭС-қа байланысты референдум өтті, неге АЭС-қа қарсы шыққан адамдар, қаншама адамдар соттатты ғой. Қудалады, соттатты, штраф салды, жолдан ұстап алды. Неге интернетке бірнеме жазса, АЭС-ке қарсы, сен экстремистсің дейді. Неге бір микрофонды ұстап бірнеме айтатын болса, сен террористсің дейді, пикетке шығатын болса, сен жаңағы вообще жаман экстремист, террористсің деп, көрдіңіз бе? Сонда бізде қазір референдумге де сенім жоқ. Референдум деген ол заң бойынша әр адам өз ой пікірін айтуға құқылы. Я қолдаймын, я қарсымын. АЭС-ке байланысты референдум көрсетті. Я қолдаймын дегендерге жол ашық, қарсы дегендерге полиция, сот, прокуратура. Арест. Тіпті түрмеге деген 5 шалдар отырғыза жазады ғой, Алматыда білесіз ғой, оларға 4 жыл шарт, 5 жыл ма шартты түрде берді. Бірақ сотталу мүмкін еді олар.
сол аэс ке қарсы шықты дегенге. Енді бұл жерде қазір тағы бір палаталық парламентке енді бір палаталыққа қарсы болмайтын шығар халық, бірақ мына тек саяси партиялардың тізімі бойынша депутаттар сайлансын деуіне халық өз наразылығын әлбетте білдіруге тырысады. Өйткені мен білемін, негізі жалпы адам көбісі қарсы, өйткені бәрі бір жеке сайланған депутатты қалайды да адамдар. Құрметті көрермен, Қазақстанда бір палаталы парламент құру дұрыс па, сенаттан бас тартқан, және партиялық тізім бойынша сайлау қажет пе, әлде бір мандаттық округтан сайлау әдісін сақтаған жөн бе? Осы сұраққа пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Біздің арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Мәлім подкаст бүгін біздің студиямызда саясаткер, экс-сенатор Уәлихан Қайсаров болды. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет сізге. Жүздескенше.